Сонымен бүгінгі видеода біз 10-ға көбейтеміз және 10-ға көбейткен кезде қандай да бір заңдылықты байқаймыз ба деген сұраққа жауап береміз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен 10-ды 1-ге көбейтейік, яғни 1 көбейтілген 10 ол бізде 10-ға тең. Енді ары қарай тағы да бір 10-ға көбейтейік. Сол кезде бізде 1 көбейтілген 10, тағы да көбейтілген 10, яғни 1-ге 10-ды көбейтсек ол бізде 10 жердегі 10 ол бізде 100 болады екен. Ал ендеше тағы да бір 10-ға көбейтейік, яғни 1 көбейту 10 көбейту 10 және тағы да бір көбейту 10, 10-ға 10 ол бізде 100, ал 100-ді 10-ға көбейтсек ол бізде 1000-ға тең екенін барлығымыз білеміз. Енді осы жерде қандай заңдылықты біз байқап тұрмыз? Мына жердегі бірінші көбейтіндіге назар аударыңыз, яғни 1 рет 10-ды өзіне көбейткен кезде бізде 1 0, ал 10-ды өзіне 2 рет көбейткен кезде бізде 2 0. Ал үшіншісінде бізде 10-ды 3 рет көбейттік және жауабымыз бізде 1000, ал бұл жерде бізде 3 0 бар екен. Және көріп тұрғаныңыздай заңдылық бізде анық. Тағы да мысалымызды қарастырып көрейік. Енді 10-ды өзіне 4 рет көбейтейік, яғни 1 көбейтілген 10 көбейту 10 көбейту 10 көбейту 10. Және бұл жерде алдыңғы есепте шыққан, яғни мына жер бізде 1000-ға тең, ал 1000-ды 10-ға көбейтсек, ол бізде 10.000 болады екен. Және көріп тұрғаныңыздай бізде 4 0, яғни біз 1-ден бастадық, кейін бізде 10-ды 4 рет көбейттік, яғни 1, 2, 3, 4 рет, және көріп тұрғаныңыздай 0-дердің саны 1, 2, 3, 4. Сонымен 10-ды бір-біріне көбейткен кездегі заңдылықты өзіңізде көріп тұрған шығарсыз. Бірақ та сізде мынандай сұрақ болуы мүмкін, біз осылай қайталап көбейте береміз бе деген. Және сізде мынандай ой болуы мүмкін, осы көбейтіндіні қысқаша жазуға болады ма деген. Менің жауабым иә. Ең алдымен бастауыш сыныбымызды еске түсірейік. Мысалы, бізде қайталанатын қосылғыштар бар, яғни 10 қосылған 10 қосылған 10 қосылған 10. Біз осыны көбейтінді түрінде жазуды үйрендік, яғни біз осыны 4 көбейтілген 10 деп жаза аламыз. Себебі 4 көбейту 10 дегеніміз ол 10 өзіне 4 рет қосылған деген сөзді білдіреді. Ендеше біз 10-ды өзіне 4 рет көбейткен жағдайды қарастырайық, яғни 1 көбейтілген 10 көбейту 10 көбейту 10 көбейту 10. Осы жердегі 1-ді алып тастасақ та болады, себебі біз 1-ге көбейткен кезде көбейтіндінің мәні өзгермейді. Осылайша бізде 1-дей 4 көбейткіш бар. Ендеше осындай 1-дей көбейткіштерді қысқаша қалай жазсақ болады? Қысқа жазуға бізге дәреже деген ұғым көмектеседі. Яғни осы жердегі 4 10-ның көбейткішін біз 10-ның 4-ші дәрежесі деп айта аламыз. 4-ші дәреже дегеніміз 10-ды өзіне 4 рет көбейткен деген мағынаны білдіреді. Сонымен, мына есептерімізді біз былай деп жазып аламыз. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай 10 бізде 4 рет көбейтілген, яғни бұл бізде 10-ның 4-ші дәрежесі. Мына жерде біз 1-ден бастадық, және бізде 10 өзіне 3 рет көбейтілген. Осылайша бұл бізде 10-ның кубы, куб дегеніміз ол 3-ші дәрежені білдіреді. Ал мына жерде бізде 10 2 рет көбейтілген, яғни ол бізде 10-ның квадраты деп айтылады. Квадрат дегеніміз ол 2-ші дәреже деген мағынаны білдіреді. Ал мына есепте бізде 10-ның 1-ші дәрежесі болады. Ал ендеше дәрежеге қатысты ұғымдарды қарастырып кетейік. Мынау бізде дәреже негізі деп аталады. Дәреже негізі дегеніміз бұл жерде 10 болып тұр. Ал мынау бізде дәреженің өзі, яғни 4. Сонымен осы өткенімізді қолданып есеп шығарып көрейік. Айталық бізде 10-ның 6-шы дәрежесінің мәнін табу керек. Видеоны тоқтатып, өзіңіз есептеп көріңіз. Ал ендеше бірге жалғастырайық. 10-ның 6-шы дәрежесі дегеніміз ол 6 рет 10-ды өзіне көбейту деген сөз. Яғни бізде 10, 10, 10, 10, 10 және тағы да бір 10, және осылардың арасында бізде көбейту. Немесе сіз 1-ден де бастасаңыз болады, яғни 1 көбейту деп те жазсаңыз болады. Ал бұл дегеніміз 10 өзіне 6 рет көбейтілгендіктен біздің жауабымыз 1 және 1-ден кейін бізде 6 0 болуы керек. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші. Немесе бұл дегеніміз бізде 1 миллионға тең. Сонымен 10-ның 6-шы дәрежесі дегеніміз
ол 10-ды өзіне 6 рет көбейту керек, және көбейтінінің мәнінде бізде 6 0 болуы тиісті, яғни 1 миллион. Сонымен сіз 10-ға көбейткен кездегі заңдылықпен таныс болдыңыз.